Сәлем достар, біз бүгін өте нәзік творожный запеканка дайындаймыз. Ірімшігіміздің үстіне жұмыртқамыздың сарысын, ұнтақ жармасын, қантымызды, ванильный сахар және аздаған тұзымызды салып, блендермен бір келкі масса дайындаймыз. Жұмыртқамыздың ақ уызын бірнеше минутта миксерде араластырамыз. Творожный массамызға ақ уызымызды қосып, біркелкі етіп араластырамыз. Противенімізді сары маймен майлап аламыз. Дайын болған массамызды противенімізге жақсылап орналастырамыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған духовкамызда 35-45 минут аралығында пісіріп аламыз. Запеканкамыз пісу барысында көтеріледі және пісіп шыққан соң көлемі басылады. Ол қалыпты. Запеканкамыз сметанамен немесе кез келген вареньемен өте дәмді үйлеседі. Қоңыраушаны басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта керемет рецепттермен бөлісемін. Сіздермен болған Айдана.